Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым. Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Күйеуімнің ауру анасы басыма бәле болды. Қалай құтыларымды білмеймін. Бұл өмірде ең аңқау, сенгіш адам деп өзімді айта аламын. Басыма қанша тисе де жерде жатқан тырманы қайта басамын. Бір жігітке толық сеніп, некесіз көтеріп қойғанмын. Кейін ол мені тастап кетті. Ұлымды аман-есен босанып, бір жыл қасында аналық жылумен бөлісіп, жазықсыз балама қараумен отырып қалдым. Кейін жұмысқа шықтым. Үй жинап ақша табамын. Солай ойламаған оқиғаға тап болдым. Күнделікті тапқаным өзімен баламнан артылмайды. Таршылықтан шығу жолын іздеймін деп бар амалды жасадым. Бір күні бір адамға жолықтырдым. Кездейсоқ тапсырыс кезінде солардың үйін жинап жүрген кезде үйдің егесі мені қайта-қайта шақыратын. Үлкен үйінде жалғыз анасы мен өзі ғана тұратын. Бір жағынан олар менің аңқау және ашық мінезімді байқап сенім артты. Сонымен олармен байланысуым да көбейді. Ол үйдің егелері туралы да білдім. Жалғыз басты еркек, жасы 30-дан асқан, анасының кенжесі. Қалған апалары мен ағалары бөлек үй болып кеткен. Сол кезде маған басқа ұсыныс жасады сол үйдің егесі. Менің анам туа біткен, миында ақаулары бар. Жасаған қылықтары да өзіне сай емес. Менен үлкен әпкелерім мен ағаларым қараудан бас тартқан деп. Яғни қысқасы, ол жігіт анасына қараймын деп жеке басына уақыт бөлмеген. Отбасы құралмағаны да содан. Сол кезде ол маған үлкен ұсыныс жасады. Маған тұрмысқа шық, жағдайыңның бәрін жасаймын дегенде, мен ойланбастан иә деп келістім. Өйткені менің жағдайым нашар болатын. Келесі күні еш нәрсеге қарамастан анама тұрмысқа шығатынымды айттым. Ұлымды алып сол үйге бардым. Олар да білетін менің жағдайымды. Бірінші күні жұмысымен таныстым. Былай айтқанда жолдасым десе де болады. Мені анасымен тастап кетті. Қызықтың көкесі сол жерде басталды. Бас істемейтін анасы маған тиісе бастады. Мен еш нәрсе болмағандай мән бермедім. Үй шаруасын жалғастырып. Ас әзірлеген кезде кірісетін жолдасымның анасы. Сөзбен де тиісетін. Кейін түсіндім мен қайда келгенімді. Көбінесе менің жынды енем ұлы жоқта маған бір қылықтар жасайтын. Ол мені сөзбен жылататын. Жасым небәрі 22-ге енді ғана келген еді. Әлі отбасы дегенді не екенін сезіне білмегенмен, бұл мен үшін үлкен сынақ болып табылды. Менің жылағанымды көріп, әй тесік деп одан сайын жылататын. Бір күні сұрадым, неге тиісе бересіз? Мен сізге не жаздым дегенде, менің бұрынғы өмірді айтып түрткілейтін, я мойындаймын, бұрын аңқаулықтан алданып қалдым және қыз болмай шықтым. Одан бетер басқа сөздермен де тиісе бастады. Әй қаншық, көрінгеннен қалған деп атайтын. Сонымен ене мен келін арасында соғыста басталып кетті. Бір айдан кейін мен ашуланып қарсы шыға бастадым. Мен де қалыспай енеме кәрі бұқа дегенде, ол менің шамымнан алып жерге жықты. Кәрі бұқаны қазір көрсетемін деп. Өзі ірі денелі қара торы келген. Күшін айтатын болсам, өз жасына тың көрінеді. Және салмағы да менен 2 есе ауыр. Шыбықтай денемен жеңіліп қалдым. Кешкісін жолдасыма шағымданып пәлеге қалдым. Осыған дейін де шағымданғанмын талай рет. Шыдасшы, сабыр етші деп жұбататын. Осы жолы ашуланып қолымды қысып, жатын бөлмеге кіргізіп лекция оқыды. Өзіңді біл, қай жерден келгеніңді. Анамның мінезін көтере біл. Саған дейін анама ешқандай келін бір аптаға да шыдамайтын деп түсіндірді. Сол кезде оның ашуын бірінші рет көргенім. Көзімнен жас шығып, я деуден басқа сөз айтпадым. Шамалы нәрсеге ашулана бермейтін жолдасымның көңіліне қарап қарсы алатын болдым сол күннен бастап. Бірақ енемнің тиісе беруі тоқтаған жоқ. Басқа да нәрсемен ойына келгенін жасады. Әй тесік деген сөзіне қарамастан аузымды ашпауға да тырыстым. Келесі күні де қасыма келіп тағы бастады. Әй жетпегір, сен мені сөзбен де күшпен де жеңе алмайсың. Сен түгіл шалдардың өзін күрестен жығамын деп қорқытты.
айтты. Кейін күліп кетіп қалды. Менде таңдау жоқ екенін түсінген, шыдаймын деп уәде бердім. Одан кейін де жолдасым ашулы болып келсе, бөлмеме кіріп кететінмін. Мен қасқыр енемнің алдында үркеген қой болып жүрдім. Тағы бір күні ерте оянып алып, бейне түсіріп отырғанын көрдім. Өзі белсенді өмір ұстанымын жақсы көреді. Бос уақытында тікелей эфир жүргізіп, ерсі қылықтар жасайтын және спортпен де айналысып жаттығулар жасайтын. Содан да онда күш көбірек деп ойлаймын. Бірақ бөтен адамдардың көзінше мені жамандамайтын. Анама да қаржылай көмегімді тегізіп арасында барып тұратынмын. Бір ай бойы қалай шыдағанымды білмеймін. Адам болғасын намысқа тиетін сөздер айтқасын, ашуымды ұстай алмай қалған кездерде болып тұрды. Даусымды шығарып жылаған кезде қасыма келіп одан бетер тілімен шағатын. Ешқашан маған келін деп айтқан емес. Мен де одан жылы сөз күтпейтін болдым. Құлағым бір күн тыныш болса екен деп армандайтынмын. Оған қоса қасыма келіп артқы жағымсыз желін шығарып иіскететін, табиғи газдың дәмін сез деп мазақ қылып. Бөлмеме кіріп еңіреп жылап, мына қақпастан қалай құтыламын деген сөзді естіп қойып, мені тағы сынаудан өткізді. Бөлмемнен шығарып алып, сүмірейіп сүмсік кейпімді көрген енем менің қолымды қайырып қинады. Одан кейін жамандамайтын да болдым. Шынығымды айтсам, мен ешқашан кетем деген сөзді де айтпайтынмын. Және тұрмысқа ақша үшін шыққаным рас. Жолдасым бар жағдайымды жасады. Менде болса басқа амал жоқ. Ақыры енем маған тесік деп айтатын болды. Мен де үйрендім оның ауыр сөздеріне. Қазір отбасымыз берік, барлығы жақсы демеймін. Ұлым үшін басқан қадамыма өкінбеймін.